Паралимпиадашылар жарады. Судан жүзу шеберлері Польшаның Шецин қаласында өткен халықаралық турнирде 9 алтын, 11 күміс және 10 қола медаль иеленді. Қуанышты хабарды орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ұлттық паралимпиялық комитеттің президенті Дархан Қалетаев жеткізді. Жарысқа 8 елден Польша, Израиль, Германия, Эстония, Латвия, Мексика, Өзбекстаннан 170 спортшы қатысқан. Осылайша біздің қыз-жігіттер алдағы күз айында Кореяда өтетін Азия ойындарына жолдама алды. Бұл бірнеше жыл бойы жүргізген жұмыстың және мемлекет тарапынан паралимпиялық қозғалысқа көрсетіліп отырған қолдаудың нәтижесі дейді мамандар. Әрбір халықаралық жеңістен келген азаматқа біз сол жағынан өзіміздің сипатымызды көрсетіп жатамыз. Ол жергілікті жерде де көрсетіледі. Өздеріңіз білесіздер, жақында енді мына заңға өтпей қалды. Мына паралимпиаданың жеңген азамат, олимпиаданы жеңген азаматтың ақшасы бірдей болу керек деген біз енді сондай ұсыныс өткіздік, бірақ ойлаймын болашақта бұны да кіргізу керек шығар.